Бақытты отбасы моделі қандай? Атты бүгінгі шара онлайн режимінде Қара Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің бастамасымен өтіп жатыр. Айта кету керек, бүгінгі шара алдындағы республикалық акциямыз бар. 16 күн әйелдерге зорлық-зомбылықсыз деген сол шара аясында өтіп жатыр. Шақырылған қонақтар, сарапшылар, ақсақалдар кеңесін, аналар институтын, отбасы мектебін құруды ұсынды. Ал психолог мамандар болса, зорлаушылармен және тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегетін әйелдермен жұмыс істеу алгоритмі жазылатын ұсыныс кітапшасын құруды ұсынды. Алдағы жұмыс үшін комиссияның жоспарлы жұмыс алгоритмі құрылатын болады. Бүгінгі шара барысында қатысушылар тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және зардап шеккендерге көмек көрсету жөніндегі шаралар тиімділігін арттыруға бағытталған ұсынымдар мен кеңестер алу мүмкіндігіне ие болды деп үміттенемін. Біздің комиссияның негізгі мақсаты отбасының татулығын сақтау, әйел мен балаға көмек, қолдау көрсету болғандықтан жұмыс бұнымен тоқтап қалмайды. Алдағы уақытта да дағдарыс орталықтары, аналар үйі секілді орталықтарды паналаған әйелдермен жұмыс жіті атқарылып, қоғамға әрі қарай бейімделуге әйелдерге жағдайлар жасайтын боламыз. Жалпы 50-ден астам үлкен ірі шаралар өткізілді. Ол жаңағы кәсіпорындар, ұйымдарда халыққа жаңағы түсіндіру жұмыстары көбінесе. Яғни заң талаптарын, жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың негізгі құрбаны, негізгі зардап шегушісі ең бірінші әйел адам болатын болса, екіншісі балалар. Сонымен қатар білім беру ұйымдарында да кеше мысалы 58-ші мектепте ата-аналарға қатысты осындай онлайн режимде семинар, тренингтер өткізілді.